Тұрақты және жаңа оқырмандарыма сәлем. Кір сабын деген не? Оның тарихын және пайдасы мен зиянын білгіңіз келеді ме? Олай болса видеоны соңына дейін көріңіз. Кір сабын жайында толық ақпарат алыңыз. Кір сабын деген не? Бұл қатты сабынның бір түрі. Құрамында сілтілер мен май қышқылдары көп. ГОСТ бойынша өнім май қышқылдарының концентрациясына байланысты 3 санатқа ие. Санат неғұрлым жоғары болса, тазалау қасиеттері де соғұрлым жақсы болады. Бірінші санат 75-5, 72%. Екінші санат 69-70%. Үшінші санат 64-65%. Ол неден тұрады? Жануарлар майларынан, натрий тұздарынан, сода, сілтілер, су, каолин немесе ақсаз санаттағы сабын, бояғыштар жоқ. Бірінші санаттағы сабын 72% майлы қышқылдар қосылып дайындалады. Бұл сабын күнбағыс, мақта, соя, тағы басқа өсімдік майларын өңдеуден алынған қатты май, саломас қоспасынан, синтетикалық майлы қышқылдардан, сұйық өсімдік майларынан, шайырдан жасалады. Сабын ерітіндісінде жүн, жібек, маталарды бүлдіретін күйдіргіш заттар болады. Сондықтан жүн және жібек маталарды синтетикалық қоспалармен жуу керек. Кір сабынды қолды, денені, шашты жууға пайдаланбаған жөн. Кір сабынның тарихы. Ежелгі Шумер мен Вавилонда пайдалы қасиеттері бойынша өте ұқсас жуғыш зат қолданылған. Біздің дәуірімізге дейінгі 3 ғасырда табылған саз балшықтарын езіп, содан кейін суды ағаш күлімен араластырып, ерітінді қайнатылып, май қосылды, сабын ерітіндісі алынды. Сабын сөзінің өзі латынның сапо түбірінен шыққан. Ежелгі Римде Сапо тауында құдайларға құрбандықтар шалынған. Жануарлардың майлары құрбанды өртегеннен кейін біртіндеп жиналды. Содан кейін салттық оттың күлімен араласып, өзенге жаңбырмен шайылды. Біртіндеп үй иелері тауға жақын жерде киім жуу басқа жерлерге қарағанда әлдеқайда жеңіл екенін байқады. Бұл қатты жуғыш зат өзінің заманауи құрамын 1808 жылы алды. Француз химигі Мишель Евгений Шеврейл формуланы майлар мен сілтілерден алды. Сабын өндірісі 18 ғасырдың 30 жылдарында сабын өндіріске айналды. Сабын жасаушыларға арнайы империялық жарлықпен берілді. Кір сабынның екінші атауы бар – Марсель. Баяғыда орта ғасырларда ол Марсельде шығарыла бастады. Бұл өнімді өндіруге арналған шикізат мал және өсімдік майлары болып табылады. Солтүстік елдерде жануарлардың майы қосылды. Оңтүстікте зәйтүн майы. Сондықтан оңтүстік елдердің сабыны жағымды, жеңіл, иісімен жұмсақ болады. Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланамыз. Бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы да мол. Мәселен, адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда, оны инемен тескілеп жанымызда ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Бетті аптасына 1 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майлануды сақтайды. Кір сабынмен жуғаннан кейін артынан крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз сергіп қалады. Сулы бет орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Іріңдеген жараларға сықпа майын жаға бергеннен кір сабынның көмегін пайдаланған да пайдалы. Ол үшін кір сабынды ірі үккіштен өткізіп, табаға ені 1 см етіп жаймалап салыңыз. Үстінен сабынның көлемінен 2 есе асатындай етіп, сүт құйып, әбден қою болғанша баяу отта 1,5 сағат бойы қайнатыңыз. Суыған осы қоспаны жұқалап, қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз жетіп жатыр.
3 күн қайталасаңыз, жараның іріңдеуі қойып, тез жазылады. Көгерген, жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараны асқынуынан және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Күйіп қалған жараға суға немесе отқа күйгенде сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып ауырғанын басады. Дәрі-дәрмектен, улы заттардан абайсызда уланғанда немесе сәбилер металл заттарды жұтып қойғанда аздап сабын суын ішкізіп, ауруханаға жеткізуден бұрын шұғыл алдын алу шарасын жүргізуге болады. Оны қолдануда көңіл бөлетін тұстар: әсте көп мөлшерде ішкізіп жіберуге болмайды. Таза сабынды жұқа жапырақтап турап, қайнаған жылы суға ерітеді. Сосын ересек адамға 300-500 мл, ал балаларға 100-200 мл ішкізсеңіз, улы зат құсықпен бірге түседі және металл заттардың асқазанды зақымдануынан сақтана тұруға болады. Ал ит тістеп алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабынды ерітіндісіне малынған дәкені басыңыз. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз, ол көгеруден сақтайды. Ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіркенсе, кір сабынмен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайыңыз. Терлеген кезде денеде тітіркену болған уақытта кір сабынмен 2-3 рет жуыныңыз. Шашты да айына 1 рет кір сабынмен жуып тұрыңыз. Соңынан лимон немесе сірке суы қосылған қоспамен жуыңыз. Сонда шашыңыз қайратты әрі қайызғақсыз болады, түсуін де тоқтатады. Көптеген гинекологиялық ауруларды емдейді. Аяқтың саңырауқұлақ ауруларын емдеу. Терінің бетін иодпен өңдегеннен кейін зардап шеккен аймақтарды сабынмен және щоткамен жуыңыз. Іш қатуға қарсы іш жүргізетін дәрі. Штангадан 2-3 см ұзындықтағы жұқа тілімдерді кесу арқылы сабын шамдарын дайындаңыз. Іш қату үшін анусқа енгізіңіз. Аяқтың жағымсыз иісін жояды. Ұйықтар алдында аяғыңызды тұрмыстық сабынмен салқын сумен жуыңыз. Кесілген жерлерді, сызаттарды, жараларды сабынды сумен сулаған мақта жастықшаларымен емдеңіз. Бактерицидтік әсерге ие, ол безеуді кетіруге көмектеседі. Теріні жиналған май мен шаңнан тазартады. Жәндіктердің шағуынан қышуды жеңілдетеді. Ал енді кір сабынның зиянына тоқталайын. Оның құрамында көп сілті бар. Жеке төзімсіздік жағдайында қарсы. Жиі қолдану терінің құрғауы мен қабыршықтануын тудырады. Шырышты қабатқа тітіркендіргіш әсер етеді. Егер сабын көбігі көзіңізге түссе, оны сумен жуыңыз. Негізінде кір сабынның пайдасы мен зияны оның химиялық құрамына байланысты. Кір сабын дұрыс қолдану және өзіне немесе заттарыңызға зиян келтірмеу үшін сабынды құрайтын компоненттер туралы білген жөн. Достар, өздеріңіз көріп отырғандай кір сабын бар болғаны тиын тұрады, бірақ ол баға жетпес құнды. Оны үнемі сатып алу арқылы сіз химиялық жуғыш заттарды айтарлықтай үнемдейсіз. Сіздің жайлы үйіңізде әрқашан сиқырлы сабынның бір бөлігі болсын. Оған бірнеше рет рахмет айтасыз. Осы тақырып бойынша кеңестеріңіз бен қандай да бір пікірлеріңіз болса комментарийге жаза кетіңіздер. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып, қазақша контентті қолдап жүріңіз.